Құрметті оқырман, видеоға лайк басып, соңында пікір қалдыруды ұмытпайық. Әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Ажар, сыныптастар кездесуіне қандай көңілді нәрсе ойлап табамыз? Деп сұрады Жанар, оның егіз сіңілісі. Менде бір ой бар. Бір үйсіз адамды тауып, оны жуындырып, ретке келтіріп, оған қатты ғашық болып көрінгім келеді. Не үшін екенін түсіндің бе? Деп көзін қысты қызыл шашты жас әйел. Шашын қара түске бояп, өзін ерекшелендіретін сіңілісіне. Дананы кектенгің келе ме? Ол әрдайым саған кім ұнайтынын білуге тырысады. Содан кейін сенің ғашық адамыңа жабысып алатын еді ғой. Бұның барлығы бұрын болған жағдайдан ба? Мүмкін бәрін ұмытарсың, деп сіңілісіне алаңдады. Ештеңе етпейді. Жуынсын, мен ешкімді ештеңені кешірмеймін. Иә, барлығы дұрыс. Кеш біздің әкеміздің ресторанында өтетін болғандықтан, жұмысшылардан оны кіргізу қиындық тудырмайды. Қонаққа шақырылған үйсіз адамды сыйлы бай адам етіп көрсетіп, кек қайтарамыз. Білесің ғой, Дананың отбасы кедей тұрады. Сондықтан ол 28 жасында біреуді иіліп кетуді армандайды, деп әңгімені қорытындылады Ажар. Осыдан кейін әпкелілер екі жаққа кетті. Бәрі ойдағыдай болды. Жоспар керемет еді. Тек лайықты қаңғыбасты табу қалды. Ажар мен Жанар алтын қасық аузында туған жоқ. Олардың әкесінің жолы болды. Олар бір кездері армияда бірге қызмет еткен байыған досы пайда болып, Жасұлан Батырханұлына мейрамхананы басқаруды тапсырды. Бұл оқиға тек 10 жыл бұрын болған. Сондықтан Ажар мен Жанар үнемі ақша жетіспейтін қарапайым отбасында өсті. Шындығында қазір де олар жақсы тұрмайды. Өз таныстарына көрсеткісі келгендей, орташадан жоғары емес еді. Қыздар, некеге тұрсаңдар, немесе мансап жасасаңдар, жақсы болар еді. Уақыт өзгермелі. Мүмкін мен қайтадан қарапайым аспаз болармын. Егер сендердің болашаққа қорың бар екенін білсем, мен үшін тыныш болар еді. Бірақ даңғойлыққа ақша шашқаннан гөрі сендерге пәтер сатып алып, жақсы білім беру немесе жай ғана жинақтаған жақсырақ еді, деді оларға әкесі. Өмір бір-ақ беріледі, әке. Сені мейрамхана иесі Серік Сәриев жұмыстан шығармайды. Ол сені жақсы көреді, және саған бәрінен де артық сенеді, деп жұбатты оны қыздары, және кезекті ақымақтыққа ақша сұрады. Жасұлан Батырханұлы тек күрсінді. Өмір оны әлі күнге дейін жағымды таңғалдырған емес, бәрі де еңбекпен келді. Сондықтан отбасының өмірін жақсартудың орнына ақша шашуы оны қынжылтты. Жанар мен Ажар енді өздерін байлар сияқты көрсетіп, бай біреуді иіліп алуға тырысты. Сондықтан нағыз байлардың ешқайсысы оның қыздарының біріне байыппен қарамайды. Әрине олар марқұм анасына ұқсап сұлу болып туған. Бірақ бұл жағдайда сыртқы келбет жеткіліксіз еді. Қыздарының біріне беретін бай жасауы жоқ еді. Жасұлан Батырханұлы тайғақ жолға түсіп, досының мейрамханасынан ұрлауды ойламады. Ол бәрібір байқап қоятын еді. Ақырында ол оны адалдығы үшін таңдады. Мейрамханада әрдайым сапалы жаңа тағамдар берілетін және тәртіп қатал еді. Ол бұрынғы орташа жалақысынан әлде қайда көп алса да, онымен байып кете алмайсың. Әкесі қыздарына барынша жақсылық жасауға тырысты, бірақ олар оны түсінбеді. Міне, мен саған аздап тамақ әкелдім. Міне, аздаған ақша. Кешкісін сен есік алдында жүрме, әйтпесе Серік Сәриев қонақтары келеді. Егер сені көріп қалса, олар саған
ешқашан жақындауға рұқсат етпейді, деді Мәдиге. Оның күзетшілері кедей адамдарды көрмегендей қандай зұлым еді, деді Жасұлан. Орта жастағы жыртық киім киген қырыну станогы бетіне көптен тимеген ер адамға. Мәди олардың мекемесіне күн сайын дерлік келетін, ешқашан мас болмайтын, ұрыспайтын. Мәди Жасұланның оған көрсеткен көмекті қалайда өтеуге тырысып жүрді. Ал Қаңғыбас өзі туралы ешқашан ештеңе айтпайды. Басқарушы көп сұрастырмады. Ешкім түрмеден де қайыршылықтан да сақтандырылмаған. Қаласа өзі айтар. Ал жоқ болса адамды сұраққа алып, ыңғайсыз жағдайға қалдырудың керегі жоқ деп ойлады Жасұлан. Ол әйелі қайтыс болғаннан кейін өзінің қалай тез кедейлікке түскенін жақсы есіне алды. Оны аспаздық қана құтқарып қалды. Өйткені қыздарының кем дегенде тамақтандыруға әрдайым мүмкіндік болатын. Ал сол уақыттар қорқынышты еді. Жалақының жартысы күтушіге кететін, ал өзі негізгі жұмысынан бөлек барлық мүмкін жұмыстарды алатын. Бірақ ақша бәрібір үнемі жетіспейтін. Оның ата-анасы алыста тұратын, қыздарды өздеріне алуды ұсынды. Бірақ ол олардың жабайы болып өсіп, жақсы білім ала алмай қалады деп қорықты. Марқұмның жағындағы ата-анасы оған да немерелеріне де ешқашан көмектеспеді. Өйткені олар күйеу баласы қыздарының өліміне кінәлі деп есептеді. Неге оны достарының отырысына жалғыз жіберді? Онымен бірге барса, мас күйінде көлікке отырмас еді, және жолдағы бағанаға соғылмас еді. Жасұлан өзі де сол кезде әйелімен бірге бару керек еді деп ойлады. Бірақ оның құрбысы тұрмысқа шығып жатқан еді. Ал әйелі қыздар кеші екенін айтып талап етті. Ал ол келіспеске амал қалмады. Бәрі солай болды. Өмірдің қалай тез өзгеретіні туралы осы естеліктерден оны Қаңғыбас алаңдатты. Жасұлан, әрине, кешке келмеймін. Иесі келеді. Сені ұятқа қалдырмаймын. Ал сен неге мұндай мұңылсың? Міне, қыздарым әлі тұрмысқа шықпады. Және дұрыс оқығылары келмейді. Жалпы өмірге байыппен қарамайды. Ал енді міне, адамдардан ойыншық жасауды ойлап тапты. Бітіру кешіне күйеу жігіт ретінде шақыруды естіп қалдым. Қандай масқара. Мен оларды олай тәрбиелеген жоқпын. Менімен бірдеңе болса, олар не істейді, деп күрсінді Жасұлан. Ал саған не болуы мүмкін? Сен мықты жігітсің. Дегенмен қаласаң, мен сол Қаңғыбас болып бітіру кешіне барайын. Қыздарыңмен жақсылап сөйлесіп көрейін. Білесің бе, мен саған айтпадым. Бірақ бір кездері мен әскери психолог болдым. Тіпті кейбір эксплуатацияларға да қатыстым. Менің қазіргі жағдайыма қарама, деп Қаңғыбас өзі туралы бірінші рет бірдеңе айтты. Егер солай болса, сен маған өте көмектесер едің. Тіпті саған төлеймін. Мен қыздарымның біреудің басына қайғы әкеледі деп қатты қорықтым. Олардың ақымақ ойларымен бәріне күлкі мен қызық, олар қайғыруды білмейді, деп Жасұлан алғысын білдірді. Ой, не дейсің? Төлеудің керегі жоқ. Сен маған осы уақыт бойы көмектескен жалғыз мейрамхана басқарушысың. Ақыл айтпадың, қуып шығармадың, адам сияқты сөйлесесің, деп Қаңғыбастың көзіне жас толып, Жасұланның да көзі жасаурады. Қарапайым мейірімділік пен адалдық енді ғажайып сияқты қабылданады. Жарайды, онда мен қыздарыма айтамын. Ал егер келіссең, маған хабарла. Оларды тыйып көр. Олар мені тыңдамайтын болды, деп басқарушы күрсінді. Ойландым, жеңе аламын, деп Қаңғыбас жігерлендірді. Иә,
ал сен менің күйеу жігітім болуға тым кәрі емессің бе? Деп Ажар әкесі ұсынған қаңғыбасқа сыни көзбен қарады. Шын мәнінде мен 40-қа да толған жоқпын. Ал егер мені киіндірсеңдер, жақсы көрінемін. Тауарлық түрім бар. Жоғары сортқа випке айналамын. Деп Мәди есімді қаңғыбас әзілдеді. Жарайды, міне саған ақша. Алдымен моншаға бар. Содан кейін мына киімге ауысасың. Өлшеміне тура келеді деп үміттенемін, деді Ажар. Ал содан кейін қайтадан сол деңгейге түсіп кетпеу үшін бірнеше айға бөлме жалдайсың. Ал біз оған қызметі үшін алдын ала төлем беруіміз керек пе? Деп Жанар нақтылады. Тағы не? Ол осы ақшамен қашып кетуі мүмкін, деп Ажар ернін бұрды. Әкем жақсы адам деп айтқан, деп әрдайым әпкесінен мейірімді болған Жанар қарсылық білдірді. Ой, әкем өте сенгіш. Бұл қаңғыбас рөлді ойнағаннан кейін бәрін алады, деп Ажар аяғын тарсылдатты. Жарайды, мен бәрін түсіндім. Келсемін, өйткені менің жұмыс берушім онша көп емес, деп Мәди бүгін күлімсіреді. Олар сенде мүлдем жоқта ғой, тәкаппар, деді Ажар. Мәди басын изеді және тапсырыс беруші бұйырған істі жасауға кетті. Егер бұл жағдай болмаса, ол мүлдем осындай сұмпайымен байланысқа түспес еді. Әкесі жақсы адам еді, шыдауға болады. Ең қиыны Ажар оның жүрегіне үміткер болуға тырыспас бұрын телефонға түсіріп алғаны, ал содан кейін бұл фотосуреттерді көретіні болды. Бірақ не істеуге болады? Ақырында өзін жердің кіндігі санайтын және сыныптасын жазалағысы келетін ерке жас әйелдің ойына келетін ең ақымақ ой емес. Ажар керісінше 14 жасар зиянды қызға ұқсайтын. Сондықтан ол оған ренжіген жоқ. Бір ай өтті. Қала орталығындағы сәнді мейрамханада жиналды. Ажар, сен қандай бақыттысың, әкең бай, күйеу жігітің де сұлу, деді Дана, қызыл көйлек киген қызыл шашты жас әйелге қызғанышпен. Мәди шынымен де жыртық киімдерін шешіп, жуынып шайынып, мінсіз денесі және өте керемет көзқарасы бар жас келбетті ер адамға айналды. Дәл қазір бір фильмге түсетіндей әдемі болды. Келбетін бұзып тұрған Мәдидің көйлегінің жағасының артында мойнында көрінетін тыртығы ғана еді. Дегенмен бұл оған одан да көп жұмбақтық пен еркектік берді. Иә, Мәди де бай. Ол мейрамхана желісінің иесінің ұлы, әкемнен де бай, деп Ажар өтірік айтты. О, мен сенің керемет күйеу жігітіңді бір биге ұрласам қарсы емессің бе? Сен өзіңе күмәнданбайсың ғой, сұлуым, деді Дана мысқылмен және қызыл шашты қарсыласына шақырумен қарады. Әрине, Мәди аңызға айналғандай бай ғана емес, сондай адал, деді Ажар. Содан кейін әпкесіне көзін қыса отырып сыбырлады. Дана ілінді. Жанар әпкесіне қуанды, бірақ екінші жағынан ренжіді. Шын мәнінде ол Мәдиді ұнатып қалған еді. Олар бірге өткізген уақыт ішінде ол өзін жақсы, мейірімді, ақкөңіл адам ретінде көрсетті. Тіпті Жанар әпкесін бұл істің бәрінен бас тартуға көндіруге тырысты. Жақсы адамды ақымақ жағдайға қалдырмауды сұрады. Бірақ Ажар оны тыңдамады. Ғашық болып қалдым демеші. Өмір бойы осы қаңғыбасты бағайын деп педің, деді Ажар. Жанар егер қажет болса сүйіктісін қолдайтынын айтқысы келді, бірақ содан кейін өз пікірін қорғауға қорықты. Ал ол әлі ештеңеге түсінбей, еш жерде жұмыс істемесе, қалай екеуіне жұмыс істейді? Әрине, үнемшіл әкесі оларға қала шетінен бір бөлмелі пәтер сатып ала алды. Бірақ әр жағдайға дайын болу керек.
Дананың бір биі біртіндеп екіншісіне, содан кейін үшінші және төртіншісіне айналды. Ажардың жоспары бойынша Мәди бірден қызға ғашық болғандай көрінуі керек еді. Содан кейін масқара әшкерленіп, проекторда фотосуреттер кетуі керек еді. Менің күйеу жігітімді алғың келе ме? Деген сөздер шығарылып, осы сәтте масқара болған Дана жоспар бойынша көз жасын көл қылып қашып кетуі керек еді. Және сыныптастар кездесуіне ешқашан қайта келмеуі керек болатын. Бірақ сен неге мұз сияқты жүресің? Деп Ажар Мәдиді мейрамхананың балконына сөйлесуге шақырып сұрады. Шын мәнінде мен Альфонс болуға жалданған жоқпын. Ал сен Данаға қатыгездік жасамақшы екеніңді ойламадың ба? Деп сұрады ол. Білесің бе, ол дұрыс айтады. Жоспарды аяғына дейін жеткізбейік. Бұл адамгершілікке жатпайды. Әкем қатты ренжиді. Мейрамханада барлық жерде камералар бар. Ол бәрін көреді, деп Жанар көндіре бастады. Ал сен араласпа. Сен бұл қаңғыбасқа ғашық болып қалғаның және сол үшін туған әпкеңді сатуға дайын екенің бәріне бұрыннан белгілі, деп айқайлады Ажар. Содан кейін ол Мәдиге бұрылды. Тыңда, ақымақ. Әскери психолог және сондай нәрселер. Мүмкін сен бұл өмірде бір кездері біреу болған шығарсың. Бірақ қазір сенің орның ақымақ қаңғыбас. Егер мен сені адам ретінде көрсетіп жүрсем, ол тек әкем, әпкем және менің жоспарымның орындалуы үшін ғана. Түсінікті ме? Егер біз келіскендей бәрін жасамасаң, менен кем дегенде бір дә тиын алуға үміттенбе. Дәл қазір бұрынғы орнына барасың және сен сияқтылар өмір сүретін жерге. Ол өкшесімен бұрылды. Оның қызыл көйлегі жалын сияқты, қызыл шашы да жанып жатқан оттың әсерінен қалдырды. Ажар басын жоғары көтеріп, өкшесін тарсылдата басып кетіп қалды. Сен шынымен маған ғашық болып қалдың ба? Деп сұрады Мәди және күлімсіреді. Біршама, деп қызарды көздерінің сирек түсін көрсететін жасыл көйлек киген жас қыз. Білесің бе, егер мен отбасын асырай алсам, саған ойланбастан үйленетін едім. Бірақ сенің әпкең дұрыс айтады. Мен тағдырыма қарсы күреске шыдай алмадым және менің орным қоқыста, деді Мәди ақырын. Жанарды көзінен үлкен жастар ағып кетті. Білесің бе, мен әпкем сияқты ақсүйек, ақылды және үлкен ақша үшін қулыққа қабілетті емес ер адамды кездестіруді армандадым. Және міне, сен пайда болдың. Бірақ сен менен бас тартасың, деді жас әйел. Оның бәрін қайтадан бастауға тырысуына болатынын және тіпті оған өз пәтерінде тұруға рұқсат беруге дайын екенін айтты. Олай болмайды. Сен мені мүлдем танымайсың. Мен қандай да бір алаяқ ұры болсамшы, мұндайлар қаншама. Бірақ сен маған қатты ұнайсың, Жанар. Мен тырысып көремін, бірақ ештеңе шықпайтынын түсінуің керек. Мен әйелден, әсіресе маған ұнайтын әйелден көмек қабылдай алмаймын, деді Мәди. Олар сөйлесіп жатқанда нағыз шоу басталды. Бәрі Мәдиді көрсетіп күлді. Қонақтардың көз алдында Мәдидің қаңғыбас болған кезіндегі фотосуреттері көрсетілді. Олар Дананың Мәдиге барлық мүмкін жерлерін жабысып тұрған бейнелерімен кезектесті. Ажар жоспардың соңына дейін жүзеге аспайтынын түсінді. Ол микрофонды алып, сіздердің бәріңіз көріп тұрсыздар. Бұл Дана әкемнің байлығына қызғанышпен қарайды және менің бақытымның кем дегенде бір бөлігін тартып алғысы келеді. Сондықтан мен оған қаңғыбасты ұсындым. Ал ол оны да жұтып қоюға дайын болды, деді. Сұйық күлкі мен Ажарға жағымпаздануды қалайтын мас қонақтардың шапалақтары арасында сенімді ер адамның дауысы естілді. Сен кенеттен неге байып кеттің, Ажар? Әкең жай ғана басқарушы, мұндағы иесі менмін.
Ажар қорқынышпен Серік Сариевке қарады. Ол неге дәл бүгін келуді шешті? Неге оның жолы болмайды? Серік Сариев, сіз мұнда қалай келдіңіз? Әкем сізді демалыста деді, деп ол бұлдырады. Ажар енді басын көтермеді және қорқып өте ақырын сөйледі. Міне, мейрамхананың жанында із-түзсіз жоғалған ұлыма ұқсайтын жас жігітті көргені туралы қауесет тарады. Мен камераларды қарауды шештім. Мәди, ұлым, сен мені танымайсың ба? Деп ол ұлын құшақтап, оны таныған тыртығын сипады. Мен көп затты есіме түсіре алмадым, сондықтан жұмыс жасай алмаймын, деп қаңғыбас бұлдырады және қосты. Мен жай ғана әкем мені бала кезімде Мәди деп атағанын есіме сақтадым, ал мейрамханада солай аталады. Сондықтан да мен бір кездері мұнда көмек сұрауды шештім, және жергілікті басқарушы өте жақсы адам болып шықты. Ол маған көмектескен жалғыз адам болды, деп мойындады Мәди. Менің досым шынымен де жақсы адам. Ажар, сен менің ұлымнан кешірім сұрамақсың ба? Ол мені есіне түсірмеуі мүмкін, бірақ мен оны таныдым, деп Серік Сариев қызыл шашты жас әйелге қатал қарады. Ажардың беті үлкен қызыл дақтармен жабылып, көйлегімен бірігіп кете жаздады. Оның көз алдында кенеттен қорқынышты көрініс пайда болды. Бұл зұлым күні әкесін жұмыстан шығарып, өмірі қала шетіндегі қорқынышты бір бөлмелі пәтерде жұмыс істеуге және демалысқа бармауға тура келеді. Сыныптастардың алдындағы масқаралық жағымсыз болса да, ол дұрыс таңдау жасауды шешті. Ол Мәдиге жерге дейін иіліп, Мәди, бұл жай ғана балалық қылық қой, мені кешір. Маған мұндай ақымақ идеяның ойыма келгені өкінішті. Қаласаң, сенің алдыңда тізе бүгемін, деді. Ажар, жоқ, қажет емес, деді ол. Ол кенеттен пайда болған мейрамхана иесіне бұрылып, ал егер сіз шынымен менің әкем болсаңыз, мен сізден бұл жағдайды ұмытуыңызды сұраймын. Әсіресе маған Ажардың әпкесі қатты ұнайды, және менің болашақ қайын атам да, деді. Егер жағдай осындай болса, онда бәрі өз ретімен жүре берсін. Онда мен де кенеттен кіріп, бәрін бұзғаным үшін кешірім сұраймын. Дегенмен, Ажар, сен әкеңді ұятқа қалдырдың. Бұл туралы ойлан, деді Серік Сариев, және Мәдиді иығынан мықтап, құшақтап алып кетті. Ал бір жерде Ажарды саусағымен көрсетіп, қараңдаршы, мейрамхана иесінің ұлына және маған күлді, ал өзін ақымақ етіп көрсетті. Байғыз, мажорка, оның әкесі мұнда жалданып жұмыс істейді, деді айқайлап Дана. Бір жыл ем-шарадан кейін Мәди ата-анасын есіне түсіре бастады. Белгілі болғандай, ол туған қаласына кездейсоқ келген. Жай ғана ауруханадағы әріптестерінің бірі оған өз мекенжайын берген, бірақ мекенжай дұрыс емес болып шықты. Ал Мәди сол адам оны әдейі алдады ма, әлде мекенжай мен телефоны дұрыс жазбады ма, біле алмады. Ол адамдар туралы жаман ойлағысы келмеді. Мәди тірі қалуға тырысты. Жүк тасушы болып жұмыс тауып, біраз уақыт төсек орын жалдауға мүмкіндік алды. Бірақ жадының жоғалуы маза бермеді. Тұрақты күйзелістерден бәрі нашарлай берді. Сондықтан көп ұзамай оған бұл күйзелістерге байланысты жұмыс беруді тоқтатты. Ол орманға барып, сол жерде жоғалып кеткісі келді. Бірақ кенеттен Сұңқар мейрамханасының атауын көрді, және жадында қандай да бір ер адам оны тізесіне отырғызып, басынан сипап, жақсы сөздер айтқаны туралы көрініс пайда болды. Ол ата-анасының қалай көрінгенін және қайда тұрғанын есіне түсіре алмады. Жады үзінділермен тек оның батыр болып көптеген адамдарға көмектескенін дәлелдейтін сәттерді ғана берді.
Мәди бұл естелік пен мейрамхана атауы оған бақыт әкеледі деп шешіп көмек сұрады. Бірақ күзетші оны қуып шықпады. Тіпті жиіркенішті кейіпте көрсетпеді. Жай ғана көмектесе бастады. Бұл Жанардың әкесі еді. Ол қазір Мәдиге осы оқиғаны айтып берді. Жанар, менің әкемнің ақшасы бар. Бірақ сен мүгедекпен өміріңді байланыстыруға міндетті емессің. Менің жадымда қайтадан проблемалар басталуы мүмкін, деді ол, оған ұсыныс жасауға бел буған күні. Ұзақ ойланғаннан кейін, Мәди, бәрі де мінсіз болмайды. Оның үстіне сенің амнезияң мен күтіп жүрген балаға ешқандай әсер етпейді, деп жауап берді Жанар. Бірақ сен қашан білдің, және неге маған ештеңе айтпадың? Дәрігерлер менің ешқашан балам болмайды деп айтқан еді, деп Мәди алаңдады. Мен бала туралы білгеніме 2 ай болды, ал жарты жылдан кейін біз онымен жеке танысамыз. Айтпадым, өйткені әкем бай адамға үміт артпау керек деді. Сенің әкең арақашықтықта ұстайды, олар дос болса да, деп жауап берді Жанар. Ол Мәдиге оған ұсыныс жасамаса, бала туралы мүлдем айтпайтынын айтпады. Ол өмірде бәрінен де асыранды болғысы келмеді. Әкесі немерелеріне көмектесуге уәде берді. Дегенмен кім күмәнданады? Оның әкесі әлемдегі ең керемет және ең жақсы әке. Тыңда, мен саған сол күні мейрамханада ұнайтынымды айттым, және әкеңді болашақ қайнатам деп атадым. Сен мұны түсінбедің бе? Деп сұрады Мәди. Кім біледі? Мүмкін сен сол кезде дәм татып үлгермеген шығарсың, немесе бұзылып кетпеген шығарсың. Әкем көп ақша тауып, ресторан басқармастан бұрын менің әпкем де жақсы адам болған, деп күрсінді Жанар. Ол ажар үшін қатты уайымдады. Ол әлі тыныштала алмады, және енді бір кездері Данада тартып алған сержанға тұрмысқа шыққалы жатыр. Ол бай болмаса да, оған ұнамаса да, өз орнына жабысып, осы батпақтан шыға алмады. Ал Мәдиде бәрі жақсы болғаннан кейін Жанар Ажармен мүлдем сөйлесуді доғарды. Ажар әпкесі оны алдағанына және қандай да бір жолмен болашағы бар жігіт туралы алдына ала білгеніне сенімді болды. Мен ешқашан өзгермеймін, және әрқашан сол күйімде қаламын. Тіпті егер мен тағы бірдеңе ұмытып қалсам да, сені де біздің баланы да ұмытпаймын, деді Мәди. Ол оның көздерінің түсіне ұқсас келетін шағын зүбәржат сақинаны саусағына тақты, және ол бірден бәрі солай болатынына сенді. Дегенмен Жанар неге екенін білмейді. Бірінші танысқаннан бастап олар қандай да бір жолмен бірге болатынын білді, және өзіне мұны түсіндіре алмады. Шамасы тағдыр кейбір нәрселерді алдын ала біледі, және адамдар бақытты жағдайды жіберіп алмау үшін белгілер береді. Бірақ оны тек ашу мен қызғанышқа толы болмаған жағдайда ғана естуге болады.